Йоу, сәпсендермен бірге мен Нуридин. Менің керемет күшті арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видео бізде өте қызықты видео болады. Реакция болады. Бүгін мен неге реакция түсіреді десеңдер, бүгін мен яғни керемет жасалған, күшті жасалған трюктер, не болмаса, в общем, өздеріңіз түсініп аласыздар. Бұл яғни типа лайк абосқа реакция болады. Енді сіздерге қызық болады деген ойдамын, маған да қызық болады. Және де стоп. Енді маған достар 10 мың подписчик жинап берейік. 10 мың ол вообще өте үлкен сан. Сондықтан да давайте, егер сен менің арнама тіркелмесең, дәл қазір астыға түсіп подписаться деген қызыл кнопканы басып сал. Сенің какой-то бір-ақ секундып кетеді. Ал маған ол өте приятно болады. Так что давайте тіркелеміз. Қазір мен мынау бір монитордан сол керемет жасалған трюктарды көретін боламын. Ал ендеше бастайық. Ух ты! Мынау болашақ футболист қой, явно. Хорош. Так. Мә саған. Енді бұл допты ешкім көрмей. Ема. Мен бүйтіп 3 рет бір рет айналсам, мен уже басым айналып құсып кетемін ғой. Мынау болса. Really? Чё? Вот шыпысқандар, мынандай допты жасағанша. Так. Оу, хорош. Нам білем, камераға кетті. I'm gonna make someday. TikTok'та бар еді ғой. Андай бір актерді қойып қояды да, типа соны эдит жасайды да. Ух ты, чё за самокат? Хорош, вообще лучше. Так. Ой, мынау андай Free Fire'ды ойнап жатасың, топ бірге бір-ақ адамға кездессең пингің қуып кетеді ғой, сол кезде ғой, жиза ғой прям. Ема, мынау қоймайды. Так. Мен ана биттіріп қалама деп ойлап қалдым. Ё-майо. Чё, серьезно, блин? Қайдағы жоқ, мен де қорқып жүрмін. Бірақ мен де қорқатын едім, мен вообще мынандай заттан да қорқамын. Так. Ау, мә саған ёб твою душу. Мына жерге бір жерге бабақ еткізіп соғыссаң, вот сол кезде лайк абос болады ғой, блин. Ана қызға тиіп кетеді ғой, білем мен бұл. На саған. Шпендер, так что. Лайфхак от Бога, блин. Қытайдан в натуре. Серьезно, анадан үстіне секіріп кетті ма? Енді походу терең ойға батып кетті, енді шыққан сияқты ғой походу. Ұшып жүр ғой. Вот он, настоящий адамға керек. На приколды білем, мен инстаграмда қойып қоймын приколы. Типа как бургер жеп отырады, білмеймін бұл не үшін қай жері күлкілі екен, да? Және достар, компьютерім өте шумный, так что микрофонға мына жерде тұрғасын өте шум келіп жатыр, так что мен даусын дұрыс естілмеймін. Ох, блин. Барып тауықта жалып кететін шығар, Как прикол болады. Мә саған екіншісі кетті. Ёп твою душу, ана жүгіріп баратсың қарсай. На в тебе вебала қылды ғой. Так, футбол. Білмеймін енді қазір явно бәрін қырып кетеді. Мә саған. Ой, мә саған гол. Китаец екен ғой, ма.
мен расист емеспін жоқ енді бұның не сүйреп баратқанын көрсете ма, то оны әшейін жүгіріп баратқан сияқты ғой. Ух ты! Да ну нафиг, өзі қалай түседі енді. Ой, сатысы жоқтарға лайк қойған, былай маған керек емес. Үйде саты бар. Атам қоймайды. Білмеймін енді, китайский видео болды. Шо? На саған, блин. Өз түсінбей алды, чё, белка деді. Еба. Ну, это постанова ғой, короче, өздері әтеге дайындалған. Айбый, мыналарың мықты. 干蒸手指戳里面去。 Чё? Так, екіншіде сөйтіп кетіп баратыр. Не үшін бәрі істеп жатыр, походу, типа, не сияқты ғой. Ну ладно енді, бұл қатты қызық емес. Онан велігін жартысы жоқ қой. Нә саған ё-моё. Алар чё деп баратыр ғой. Смысл деген сияқты. Қалай барады енді бұл? Мынандай не деуші еді, блин, осы кішкентай кезімде осы бәлелердің аттарынан жүгіріп сатып алып жүрмін. Атын білмеймін әйтеуір, атын ұмытып қалдым бар ғой. Мә саған. Мынаны бәрімен қалай управлять етіп отыр анау? Короче, достар, осындай деген керемет видео болды. Лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Енді сіздер қай жері сізге, қай момент сізге ұнады, давайте комментарий жазып кетеміз. Или сол времяны оқып қоямыз. Давайте мен сіздер үшін тырыстым, өтініш лайк басайықшы, пожалуйста, арнаға тіркелейік. Ал сіздердің болған мен Зенуридин, сау.